бір жұмыртқа домалап етекке түскен екен. Кездейсоқ жел соғып. Соны бір малшы әк жұмыртқаны тауып алыпты да, үйіне алып кеп, тауықтардың мекиен тауық, күрке тауықтың астына салып қойған екен. Мана жұмыртқадан қандай балапан шығады екен көрейін деп. Ана тауықтың қаперінде ештеңе жоқ, сол жұмыртқаны басып жатады. Басқаннан кейін күндердің күні болған кезде жұмыртқалар жарылып, соның ішінен балапандар шыға бастайды. Қыранның жұмыртқасынан бір балапан шыққан екен. Бірақ ол балапан шыққан кезде тауықтардың басқа балапанында емес, тұмсығы да бөлек, тұяғы да бөлек, қанаты да бөлек бір ерекше балапан шығады. Ол балапан ақырын ержете бастайды. Тауық балапанды қарап, басқа балапаннан өзгеше балапанды көріп таңғалады. Енді тауықтың миы жоқ, ойламайды. Мынау бір урод, бір кемтар, тұмсығы да бөлек бір балапан туды, бұл қалай болды екен деп жүреді. Балапан өскен сайын басқа балапандардан ерекше. Жем жейін десе, жердегі шашып жатқан тарыны, бидайды жей алмайды. Аяғы да басқадай. Мүлде қапа болып жүреді, мен неге бұндай болдым деп. Ана тауықтар әткеншек отырып алғанда, әткеншек отырайын десе, отыра алмайды. Тауықтар сол әткеншек тұсында оқыса, мына байқұс қанатты алпаңдап, жерде қайғылы күн көшеді. Кішкене еркек балапан ержетіп, өзінің санасы оянып, басқа бір ұрғашы тауықтарға барса, ешқайсысынан жанына жолатпайды. Сен бір ерекше жаралған тауықтар өсіп қалған мекендер, сен бір урод, кемтар, сорлысың, сен бізге ұқсамайсың деп ешқайсы жолатпай, еркек әтештер чұқып, тепкілеп, шетке шығара бастайды. Мынау қайғыланып күн көшеді. Мен осындай бір сорлы болып, кемтар болып жаратылған екем. Енді күнім қалай болады деп, ішіндегі изгой, ең сорлы балапан болады. Бір күні аспаннан қаңқылдаған дауыс шыққанда қараса, аспанда ұшып жүрген үлкен қыран құсты көреді. Шаңқылдап аспанда ұшып бара жатқан қыран құсты көрген кезде, тауықтардың бәрі қыранның дауыс шыға салысымен бұта-бұтаны паналап қораға тігіліп қаша бастайды. Ал мына құс ананың санасы оянып, аспанда құсқа қарап, шіркін-ай, қандай керемет, қандай әдемі, қандай аспанда шарықтап ұшып бара жатқан құс, шіркін-ай, мен де осындай болсам ғой деп армандап отырады. Соң кейін айтады, шіркін, қандай, мынау не деген құс, бұл неге ұшып жүр, біз неге жерде жүрміз, неге біз боқты аралап жеп жүрміз дегенде, әгінің шешесі айтады, әй ұлым ақымақ, сен оған қарама, сен ұша алмайсың, ол қыран құс, ол бүркіт, ол кейін кеп сені жеуі мүмкін, сен ондай құсты көрген кезде енді тығыл, ақымақ балапаным дейді. Бірақ ол жаңағы бүркіттің балапаны бұтаның ішінде тұрып алғанымен көзін аспаннан айырмай, әгіні саңқылдаған дауысты естиді. Ана құс айтады, сен оны қиялдама, ұмыт, сен ұшуға жаратылған құс емессің, сен жерде жүруге жаратылған құссың, сен жерден нәпақаң сенің жерден теріп жейсің, қиялдағанды қой дейді. Мына құс бірақ ойына құрт кіріп, содан қайғыланып, арғадай күндерін ұйқысыз өткізе бастайды. Енді уақыттар өтіп отыр. Осы құс кәртейіп, сол тауық қорада арам өлетін беді, жоқ беді, бірақ басқадай бір керемет оқиға болады. Бір күні бір үлкен мұзбалақ қыран құс аспанда ұшып келе жатып, жердегі жайылып жүрген тауықтарды көреді. Тауықтарды көргеннен кейін ішіндегі семізірек біреуін іліп алайын деп, төмен құйғытып, суылдап қанатынан шолдап төмен келе жатқан кезде, тауықтардың ішінде бір бүркіттің жүргенін көреді. Бүркіттің балап үлкен есейіп қалған бүркіт, тауықтардың ішінде тауықтармен бірге жайылып, дән теріп жеп, тезектерден тамақ тауып жеп жүр екен. Ана тауықтар одан қорықпақ тұрмақ, үрікпейді де, әгімен шүйіркелесіп бірге жүр екен. Бүркіт таңғалып, ұшып келіп, жаңағы қыран құстың бүркіттің қасына келіп қонады. Қонып, жағдай түсінгеннен кейін, әгінің тауыққа айналып кеткен бүркіт болғанын түсінгеннен кейін, бүркітті қанатынан іліп алып, аспанға алып ұшады. Шырқау аспанға ұшып, қанатын сусылдап ұшып кел жатып, бүркіттің балапанын ең шыңға шыққаннан кейін тастап жібереді. Тастап жіберген кезде ұшып көрмеген байқұс балапан суылдап, тас сияқты төмен қарай кетіп бара жатады. Көзін жұмып ап, жүрегі суылдап,
өлдім ау деген кезде бір уақыттан кейін әлгі соққан жердегі жылы жер көтерілгеннен кейін қыранның қанаты, жаңағы бүркіт балапанның қанаты жазылып ұша бастайды. Ұша бастаған кезде желдің суылы, таза ауаны, жан-жағыдағы әлемді көзін ашып, соны көреді. Көргеннен кейін бүркіт таң қалып, мынандай әлем бар екен ғой, мынандай көлдер, мынандай таулар, мынандай табиғат бар екен ғой деп, жүрек дүрсілдеп, қанатын жайып ұша бастайды. Сол кезде ана үлкен мұзбалақ құс қасына еріп келіп, әлгі бүркітті өзен тауларға қарай бағыттай бастайды. Өзеннің үстіне ұшып келе жатқан әлгі балапан бүркіт өзінің бейнесін көреді. Бейнесін көргеннен кейін күнде көріп жүрген тауықтар сияқты емес, өзінің басқадай ерекше құс екенін, өзінің қыран бүркіт екенін көреді. Оның өзін көре алмайды, айна жоқ қой. Ана құстарды көре алмайды да, енді өзінің қыран құс екенін білген кезде түсінеді. Мен жаңағыдай тауықтың ішіне кездейсоқ түскен бір құс екенмін ғой. Менің орным жаңағы тауық қорада емес, менің орным аспанда екен. Шындығында да мен үлкен алып құс екенмін дейді. Сол кезде бүркіттің кеудесінен бір дауыс шығады. Шығаршы дауысын, видео бар. Бүркітше саңқылдай бастайды. Бүркіттің кеудесінен, көмекейінен қыт-қыттаған тауықтың емес, өзін-өзі таныған, өзін-өзі көрген бүркіттің санасы оянып, санасында мүлде көтерілістер, жарылыстар болып, басқадай бүркіттің дауысы шығады. Аяғына дейін ғой. Осы саңқылдаған бүркіттің дауысынан сай-сала жаңғырығып, бүкіл әлем дүр сілкінеді. Сол кезде өмірді көрген кәрі үлкен мұзбалақ бүркіт әлгі балапан бүркітке айтады: менің мұратым, менің миссиям, менің міндетім орындалды. Мен сені аспанды көрсеттім. Кең аспанда бұлттардың үстінен ұшып жүргенің қандай әдемілік екенін мен саған еркіндік көрсеттім. Ендігі таңдау сенің өзіңде. Қайтадан бұрынғы достарыңа, ана қораға, бір тауықтардың ішіне барасың ба? Сол жерде сол жем теріп жеп, боқсыздықтың ішінде жүріп күн көресің ба? Жоқ, енді қалған өміріңді аспанда шарықтап жүріп, еркін қыран құс болып өмір сүресің ба? Таңдау сенде дейді. Ендігі таңдау сенде. Бұрынғы ортаңа оралу, ол тауықтар қалай күн көреді? Тауықтар да таңдау еркі жоқ. Тауықтар клеткада. Тауықтардың өзінің жемін өзі тауып жей алмайды. Қашан маған қожайыным аузыма жем шашады, қашан мені сойып жейді екен, ол өз тағдырын өзі басқара алмайды. Онда таңдау жоқ. Онда өз жемін өзі тауып жеу деген мүмкіншілік жоқ. Шашылатын жемді жеумен, қашан мені сойып жейді деген күтумен өмірін өтеді. Ал қыран құс аспанда, ол өзінің қайда ұшарын, қандай жем тауып жейтінін, қай ұяға қонатынын өзі таңдай алады. Ол армандай алады. Ол ерікті, оның еркі өзінде. Ал тауықтар проблемамен өмір сүреді. Олар мынандай қора суық болса, суық болды, жылы болса, жылы болды, қашан жем шашады деген өсек аяңмен, жылап сықтаумен өмірін өтеді. Ал қыран құс аспанда проблемалар шешумен, соққан дауылға, жерге қасқая қарсы тұрумен, өзінің жемін өзі тауып жеумен, қыран сияқты, өзі сияқты балапандарды өсірумен, армандаумен өмір сүреді. Ал мына қорадағы тауық тек қана ертең күнім қандай болады деп, қашан маған жем шашады екен, қашан маған су әкеп береді екен, қашан мені қораға қамайды екен дегімен өмірің өтеді. Сондықтан ары қарай мен сендерге, мен қасымдағы міне кеше